2 ғасыр бұрын әйелдер ер адамның көлеңкесінде болды. Оларда білім алуға, жұмыс істеуге және дауыс беруге мүмкіндік те, құқық та болмады. Бәрі суфражистер қозғалысы пайда болғанда қарқынды түрде өзгере бастады. Олар ереуілге шығып, әйел құқықтарын қорғауды талап етті, тіпті әділдік жолында өздерін құрбан етіп өртеуге дейін барды. Аталмыш әйелдер қауымдастығын көп балалы ана Кэдди Стэнтон және мұғалім Сьюзи Энтони 1850 жылы құрды. Батыста әйелдер теңдігі үшін күресіп жатқанда, көшпелі өмірден отырықшылыққа бет бұрып жатқан қазақ даласында қандай өзгерістер орын алды? 19 ғасырдың соңы Торғай облысының білім саласының басшысы Ыбырай Алтынсарин 1887 жылы 15 қыркүйекте қазақ даласындағы үлкен оқиғалардың бірі қыз балаларға арналған тұңғыш оқу орны 40 балалық ырғыз қыздар училищесін ашты. Ал 1888 жылы 28 қазанда 12 орындық қазақ қыздары интернаты ашылды. Қыздар мектептері 1891 жылы Торғайда, 1893 жылы Қостанайда, 1895 жылы Қарабұтақта ашылды. Ал 1896 жылы Ақтөбе жанында интернаты бар қыздар училищесі жұмыс істей бастады. 20 ғасырдың басы әйел теңдігі мәселесін алаш арыстары көтере бастады. Елімізде әйелдерге арналған басылымдар пайда болды. Қоғамда түбегейлі өзгерістер басталды. Бұл кезең қазақ феминизмінің негізі қаланған шақ. 1913-14 жылдары Айқап журналының мүшесі Сұлтан Махмұд Торайғыров қазақ әйелдерінің теңдігі мәселесін ашық қолдады. 1912 жылы жазылған «Неке қияр» атты памфлетінде қыздарды еріксіз кәрі шалдармен некесін қиятын молдаларға және әмеңгерлікке қарсы көзқарасын білдірді. Сонымен қатар журнал әйелдер мен ерлердің азаматтық құқығын теңестіру, әйелдердің білім алуы, әйелдер қауымының саяси санасын, әлеуметтік белсенділігін көтеру жайлы тақырыптарды көп қозғады. Ал Қазақ газетінде Ахмет Байтұрсынұлының қыздар мен ұлдарды бірге оқытуға, қалыңмал мен әмеңгерлікті жоюға үгіттелген мақалалары жиі жарияланып отырды. Әйел теңдігі мәселесін дамытуға Міржақып Дулатұлы да атсалысты. 1907 жылы ол «Жесір дағуалары хақында» еңбегінде әйелдердің азаматтық құқығын қорғады. Әйелдердің азаматтық құқығы қазақ қоғамының әлеуметтік жағдайын анықтайды, елді өркениетке жетелейді деп ашық айтты. Ұлттық әйелдер баспасөзінің дамуы Айқап қазақ газеттерімен байланысты. Себебі алғашқы әйел авторларының мақалалары мен шығармалары жарияланып отырды. Қазақ журналистикасындағы әйел авторларының алғашқы қарлығаштары ретінде Нәзипа Құлжанова, Сара Есқызы мен Нағима Арықованы айта аламыз. Әйелдер баспасөзінің басы Теңдік газеті 1924 жылы 1 қаңтарда Семейде Бостандық әйел, Қарқаралы уезінде Еңбекші әйел атты газеттер жарық көрген. 1925 жылдың наурызынан бастап Азат әйел журналы жарық көрді. Теңдік газеті 1926 жылы әйел теңдігі журналына айналды. Қазақ даласындағы әйел теңдігі мәселесін патша үкіметі бірінші боп көтерген деген жаңсақ пікір қалыптасқан. Алайда тарих беттері әйел мүддесі үшін күресіп, барын салған зиялылардың еңбегін жоққа шығара алмайды. Ал сіз қазақ феминизмі жайлы не ойлайсыз? Әйел теңдігі үшін күрескен алаш арыстарының арман мақсаты орындалды деп ойлайсыз ба?